Сәлеметсіздер оқушылар. Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. Өзің тексер 36-шы сабақ. Сабағымыздың мақсаты бөлім бойынша білімді қайталап бекітесіңдер. Бірінші тапсырма: Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білесің? Ахмет Байтұрсынұлы ақын, ғалым, Қостанай облысында Ақкөл ауылында дүниеге келген. Ол мектеп оқушыларына арнап оқу құралдарын жазған. Екінші тапсырма: тырнаушты аяқ астына тастаған несі деген сөйлем қай мәтіннен алынды? Мазмұнын әңгімеле. Оқымыс мәтіннен алынған. Үшінші тапсырма: қайсысы дұрыс? Есепке шорқақ есеп шығаруға қиналады, есепке шорқақ есепті тез шығарады. Әрине бірінші жауабы есепке шорқақ есеп шығаруға қиналады деген мағынада қолданылады. Төртінші тапсырма: жыртық кітап жылады. Өлең авторы кім? Өтебай Құланжанов. Бесінші тапсырма: бұл қай кейіпкердің сипаты? Төс қақты, бір адым алға шықты, тісін ақситты, қол қусырып тәжім етті. Аң патшасы, арыстанның бейнесі. Алтыншы тапсырма: Бердібек Соқпақбаевтың мектеп мәтінін қай жанр түріне жатқызуға болады? Бердібек Соқпақбаевтың мектеп мәтінін әңгіме жанрына жатқызуға болады. Жетінші тапсырма: жыртық кітап жылады өлеңіндегі негізгі ой не туралы? Жыртық кітап жылады өлең кітабындағы негізгі ой кітапты таза ұстауға негізделген. Сегізінші тапсырма: жұмыс іздеген құмырсқа ертегісіне бір кейіпкердің суретін саламыз. Тоғызыншы тапсырма: теңеу сөзі тап. Шарайнадай алаңда басталды ойын қалам ба, егіз екі сыныптан құрдық екі команда. Қадыр Мырзәлі. Шарайнадай теңеу сөз. Оныншы тапсырма: дұрыс нұсқадағы сөйлемді көшіріп жазамыз. Шаңсорғыш адамның еңбегін жеңілдетеді. Жеңілдетеді адамның еңбегін шаңсорғыш. Әрине біріншісі дұрыс. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.